Амандық пен тыныштық болсын, қымбатты досым. Құдай сені ерекше сүйеді. Мен ешқашанда шаршамаймын. Сен Құдайдың сүйікті, таңдап алған ұл қыздарсыңдар. Өйткені киелі кітапта жазады Иса. Мен сендерді аналарының құрсағында жатқанда таңдап алдым дейді. Ойлап қараңыздаршы. Қалай Құдай сені сүйеді? Сен ананың құрсағында жатқанда Құдай сені таңдап, сенің өміріңді жоспарлап, бағдарлап, менің сүйікті ұл қызым деп атады. Және бүгін мен сіздермен Жоханның хаты 5-ші тарау 44-ші аятпен бөліскім келеді. Бұл жерде бір-бірінен құрмет күтіп, жалғыз Құдайдан болатын шынайы құрметті іздемей жүрсіңдер дейді. Ойлап қараңыздаршы, не дейді бізге Жохан? Біздер, адамдар, бір-бірімізден құрмет күтеміз. Бір-бірімізге ренжиміз. Ой, мені сыйламайды, мені құрметтемейді, мені бағаламайды деп. Бірақ та шынайы Құдайдан келетін құрметті біз ұмытып кетеміз. Өте маңызды. Адамдардан құрмет күтпе, Құдайдан күт құрметті. Әлбетте жақсы. Егерде біздің еңбегімізді бағалап жатса, егерде сені құрметтеп жатса, ол Құдайға шүкір. Ал егерде олай болмасашы, қымбатты бауырым, онда не істеуің керек? Онда мінәжат етіп, бауырына ренжіме, егерде сені бағаламаса. Құдайға қара, Құдай сені бағалайды, мың есе. Құдай сені сүйеді, мың есе. Жақында бір қызық куәгер болдым. Бір жолдас баламды Қазығұрт районына алып бара жатсам, жолдағы мазаратқа келіп жақындап қалғанда, маған бақташы, осы жерге тоқтайсыз ба дейді. Я дедім. Жүріңізші, мазаратқа кіріп шығайық дейді. Ол жерде кім бар десем, менің бауырым бар дейді. Сөйтіп мазаратқа келген уақытымызда жаңағы қасындағы досымның өкіріп жылағанын көрсең, егіл тегіл болды. Мен одан сұрадым, не болды саған деп. Сол кезде зерлеп отырып, өкіріп жылап, жерді қолмен ұрғылап. Артынан мен айтты, мен түсіндім. Бұлардың ортасында бір кешірмеушілік бірдеңе болды. Сол кезде маған айтады, мен өзімнің бауырыма ренжіп қалғанмын. Мені әрқашан төмендетіп жүретін, ешқашан мені бағаламайтын, қанша аға деп қасында шауып жүрсем де, қазір өкінемін. Кешірім сұрайын десем, уже ерте кетіп қалды. Осы жерге келіп жылап кетемін, аға деп. Білесіз бе, бүгінгі уағызым содан туындады. Біз әбден адамды жерге өлгеннен кейін бағалаймыз ба? Оны құрметтейміз бе? Тірісінде сыйла, тірісінде құрметте. Қазақта бір керемет мақал бар. Тірісінде бағалай алмасан, тірісінде құрметтей алмасан, өлгеннен кейін сенің шылағанын, өлгеннен кейін зәулім қылып оның мазаратын тіккенін, өлгеннен кейін оған жаңағындай барып құрмет көрсеткенің, оның қажеті жоқ. Тірісінде істе. Тірісінде бауырынды бағала. Тірісінде рухани бауырларынды бағала. Тірісінде әке шешенді, ананды бағала. Тірісінде тума туыстарынды, әулетінді бағала. Өйткені Құдай айтады, сендер бір-біріңді құрметтен деді. Және мына жерде дейді, ең кереметтілігі, Құдайдан болатын шынайы құрметті іздемей жүресіңдер. Сонда сендер менің Құдайдан келгеніме қалайша сен аласыңдар деп. Ойлап қараңыздаршы. Қымбатты бауырым, біздер қауымда бір-бірімізді сыйғызбаймыз. Біріміз құласақ, біріміз қуанамыз. Мен саған айтқым келеді. Біріміз құласақ, мұнымыз саған көмек берейікші. Біріміз бір дәрежеге жетсек, мұнымыз соның дәрежесіне қуанайықшы. Қуанышта жарылқау бар. Және біреудің қуанышымен қуана білсен, біреудің қуанышымен бөлісе білсен, қуанышың сенің де көбейеді дейді. Бүгін мен сені жарылқап баталаймын, сені сол адам деп. Жақында менің бір бақташы досым, о Шымкент қаласында атын айтпай-ақ қояйын, астына машина алды. Сөйтіп, WhatsApp чатына салды, мен машина алдым, тұлпар алдым деп. Қалтамда 2000 теңгені жарылқап жібердім. Сөйтсем, осыны статусыма қойып қойдым, менің досым тұлпарымынды деп. Бір айдан кейін кездестік, бағушылар болды. Дұға етсек, маған айтады, жеті сенен басқа ешкім қуанған жоқ. Бәрі сұрайды, ақшаны қайдан алдың деп. Маңызды емес дүниені қайдан алғаны, маңызды бауырынды өзінен биік бағалашы. Жарылқашы оны.
оны деңгейін көтерші. Даже ол оған лайықты болмаса да бағалап жарылқашы. Өйткені білесің бе, бір затты, қымбатты досым, мен мысалы лайықты емесім, менің біреулер қатты көтеріп бағалағанын, бірақ та Құдайдың көз алдында, Исаның көз алдында мен бағалымын. Мен бағалымын Исаның көз алдында, және мен де сені дәл солай бағалағым келеді. Исаның көз алдында сен менен биік тұршы. Әрқашанда менен биік тұршы. Құдай сені жарылқасын. Иса Масихтың атымен жарылқаймын. Ақ батамды төгемін саған. Бүгінгі уағызым, қымбатты досым, сенің жүрегіне жетсе, өз комментарияңды тастап кет, жазып. Өйткені құрмет пен бағалауда үлкен сый жатыр. Үлкен сый жатыр. Тірісінде әке шешеңді бағала. Тірісінде туған бауырларыңды бағала. Тірісінде қауымды бағала. Қауымдағы сенушілерді олармен бет жыртысып қырылыспа. Иса Масихтың атымен. Аумин.